Қайырлы күн, достар. Біз бүгін биология пәні бойынша 9-шы сыныптың 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Осы видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Сол жерде сіздердің TJB-да келетін сұрақтарыңызды қарастырамыз. Бірінші сұрақ: төмендегі графикте спортшының аппаратта жаттығу кезіндегі оттегін тұтыну қисығы көрсетілген. Яғни біз графикті қарасақ, төменгі жағында жаттығудың басталуы, яғни уақыт пен минут көрсетілген. 20 деген жерде уақыттың аяқталуы, 5 минут кеткенде, яғни 15 минутта жаттығуды аяқтаған. оттегін тұтыну дециметрі. Спортшының оттегі тұтыну көрсеткіші не себепті жаттығудың басында күрт өсетінін түсіндіріңіз дейді. Яғни біз тағы да график сызамыз. Сол арқылы жаттығу барысында глюкоген мөлшерінің артуы дейді. Яғни осы арқылы оттегін тұтыну көрсеткіші жаттығу барысында күрт өседі. Екінші сұрақ: берілген ДНК молекуласының құрылымдарының құрам бөліктерін анықтаңыздар дейді. Яғни бұл жерде гуанин берілген, ал екіншісінде берілмеген. Бізде екінші сызба нұсқада цитозин, дезоксирибоза, фосфат және тимин көрсетілген. Яғни осылардың құрам бөліктерін анықтаңыздар дейді. ДНК молекуласының фосфат эфирлі байланысын түсіндіріңіз дейді. Яғни ДНК молекуласының фосфатиферлі байланысы бұл көміртек пен фосфор қышқылындағы оттек атомдары арасында түзіледі. Үшінші тапсырма: бізде бұл интерфаза сатыларын анықтап, жауабын кестеге толтырыңыз дейді. Яғни бұл суретте интерфаза көрсетілген. Кестеге біз сызамыз интерфаза сатылары және сипаттамасы деп. Интерфаза сатылары негізінен 3 кезеңнен тұрады: G1, G2 және S. G1-де жас жасушалардың өсуі, S сатысында хромосома 2 еселенеді. G2 бұл бөлінуге дайындығы. Төртінші тапсырма: митоз фазаларының ретімен орналастырыңыз дейді. Бізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп қарастырған екен. Осылар дұрыс орналаспаған. Біз бірінші 4, яғни бұл жерде керісінше жазып шығамыз. 4, 3, 2, 1 деп жазып шығамыз. Суретте жасушаның мейоздық бөлінуі көрсетілген. Суретті пайдаланып профаза 1-ді көрсет дейді. Мына жерде профаза 1 көрсетілген. Вен диаграммасы: төменде берілген сөздерді пайдаланып, митоз бен мейоз үдерісін салыстырыңдар дейді. Кілт сөздер берілген. Бастапқы жасушаға ұқсас, бастапқы жасушадан 2 есе аз, жыныссыз көбейеді, жынысты көбейеді, диплоидты хромосома, гаплоидты хромосома. Яғни бұл митоз бастапқы жасушаға ұқсас, жыныссыз көбейді, бұл диплоидты хромосома. Ал мейоз бастапқы жасушадан 2 есе аз, жынысты көбейеді, гаплоидты хромосома. Суретте Менделдің қай заңы берілген? Заңды тұжырымдаңдар дейді. Яғни бізде суретте көріп тұрғанымызда гамета, яғни гомозигота мен гетерозиготаны шағылыстырады. Осы жерде шығады біркелкілік заңы шығады. Яғни біркелкілік заңы бойынша әртүрлі таза сұрыптарға жататын бір-бірінен альтернативті жұп белгінің тек біреуінен ғана айырмашылығы бар гомозиготалы ағзаларды шағылыстыру кезінде бірінші ұрпақ фенотипі және генотипі бойынша бірдей болады. Ұрпақ ата-аналардың тек біреуінің белгілеріне ғана ұқсайды. Екінші, генотипті анықта дейді. Бұл генотип гетерозиготалы. Үшінші сұрақ: аллель терминіне анықтама беріңіз. Аллель дегеніміз гомологты хромосомалардың бірдей үлескісінде орналасқан геннің әртүрлі күйі. Суретті пайдаланып кестені толықтырыңдар дейді.
Суретті толықтырамыз. Кестені толықтырыңыз дейді. Яғни толық доминантты және толымды доминантты, толымсыз доминантты. Толымды доминантты бұл гетерозиготалар, ал толымсыз доминантты ген рецессивті генді басып тастайды. Шежіре сызбасын пайдаланып, сызбадағы отбасының бірінші және екінші ұрпақ генотиптерін анықтаңыз дейді. Жауабы ұрпақ XY ұрпақ 2. Сызбада неше ұрпақ берілген? 1, 2, 3, 4 ұрпақ берілген. Ата тегінде және басқа да қандас туыстар арқылы деректерді жинайтын әдіс бұл бізде генеалогиялық әдіс. Төмендегі сызбада гендік инженерияны қолданып инсулин өндіру көрсетілген. Бұл жерде сызбадағы әріптер дейді М, Л, Q, P дейді. Атауы хромосома, ДНК, плазматида, ферменттер сипаттамасы. Ядрода табылған ДНК жіпшелері, адам жасушасынан алынған ДНК үзігі, бактерияға қажетті қызмет. Яғни екіде бір сурет пайдаланып, төмендегі кестені толтырыңыз дейді. Суретті көрсеңіздер, сурет арқылы толтырасыздар. Биотехнологияда алынатын өнімдері кең қолданылатын сала. Ауыл шаруашылығы, медицина, өнеркәсіп, барлық жауап дұрыс. Соңғысы дұрыс болады. Барлық жауап дұрыс. Оқушылар, осымен біздің тжб талдау аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің арнаға жазылып, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар.